Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылғы 12 сәуірдегі болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшу жұмыстарын бастауымыз керек деген болатын. Ендеше Алау арнасының эфирінде жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелеріне қатысты кезекті сауат ашу бағдарламасы. Армысыздар, қымбатты көрермендер. На телеканале Алау программа «Сауат ашу». Мы постараемся научить вас читать и писать правильно по новому алфавиту. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын әдеттегідей назарларыңызға өткен тақырып бойынша қайталауды ұсынамыз. Күрделі сөзге айналған фразеологизмдер бірге жазылады. Сначала повторим пройденный урок. Сложные слова, ставшие фразеологизмами, пишутся слитно. Например, ақсақал, ақсүйек, ақниет, ақниеттік, ақкөңіл, ақкөңілділік, көшбасшы, дүние қоңыздану, ержүрек, ержүректік, жанпида, жанпидалық, атақоныс, бас қосу, ат салсу, ат үсті, ат үстілік. Енді осы сөздерден сөйлемдер құрастырамыз. Теперь составим предложение из этих слов. Ақсақалды абыз атану қиын. Ақсүйектердің тұқымы бүгінгі заманда да бар. Ақ ниетпен жайылған дастарханнан қонақтар дәм татты. Мирас ақ көңіл бала болды. Мінездің ақ көңілділігі кейде зиянын тигізеді. Айдос өз ортасында көшбасшы атанды. Шақшақ Жәнібек өз заманында ержүрек батыр болған. Балалар үшін жанпида. Шаруаға ат үсті қарауға болмайды. Ежелгі түркілердің ата қонысы қазақ жері. Мерейтойға арналған бас қосу жоғары деңгейде өтті. Өткен сабақта дефис арқылы жазылатын сөздердің емлесін пысықтаған едік. Естеріңізде болса, қос сөздер дефис арқылы жазылады. Сначала повторим пройденный урок. Повторяющиеся слова пишутся через дефис. Например, лек-лек, алуан-алуан, жүре-жүре, көре-көре, сөйлей-сөйлей, биік-биік, көп-көп, тау-тау, қайта-қайта. Бүгінгі сабақта да дефис арқылы жазылатын сөздердің емлесін жалғастырамыз. Қосарланған еліктеуіш, бейнелеуіш сөздер және көңіл күй, шақыру одағайлары дефис арқылы жазылады. Мы на сегодняшнем уроке продолжим изучать слова, которые пишутся через дефис. Междометия и слова, имитирующие звуки животного мира, пишутся через дефис. Например, жалт-шылт, сатыр-сұтыр, қалт-құлт, шақыр-шұқыр, шарт-шұрт, сарт-сұрт, тарс-тұрс, пах-пах, шек-шек, құрай-құрай. Енді осы сөздерден сөйлемдер құрастырамыз. Теперь составим предложение из этих слов. Аспанда найзағай жалт-жылт етті. Ыдыс-аяқ бір кезде сатыр-сұтыр сынды. Жақыннан тарс-тұрс дыбыс естілді. Мұқан ақсақал қалт-құлт етіп жүре алмай қалды. Гүлсімнің шарт-шұрт мінезі бар. Құлынды құрай-құрай деп шақырады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.
Латын әліпбиін тезірек меңгеру үшін әрине күнделікті осы әліпбимен жазып оқу керек. Әзірге мен сіздермен қоштасамын. Алау телеарнасындағы сауат ашу бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Құрметті көрермен, латын графикасы негізіндегі қазақ әліпби аясындағы сауат ашу бағдарламасын Алау телеарнасының ресми ақпараттық порталынан да тамашалай аласыздар. Аман саушылықта жүздесейік, ағайын. Дорогие зрители, а также программу «Сауат ашу» вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала Алау.